Жәрдем беріңіз деп өтініш айттық ол кісіге. Ол кісі келді мынау ойбай жаңағы басына тың жер екен, қауындарыңызды отыруға болады екен деп, оны білесіз, келді де бір трактор жыртып, сөйтіп ол да өзінің бір несін әрекетін жасап көрген. Осы жерден бір қауындарымыз шықса, өзі ауылға апарып соны тойдырам деп бір ниет қылған өзі. Сол себепті біраз енді мына Болат пен мына Әмірхан деген інілеріміз жазғы үй салған кезде соның қолын қағып берді. Рахмет әйтеуір қолға әжептәуір жақсы тұр қазір. Бұл ауылға алғыстан басқа ештеңе айтатынымыз жоқ енді. Қанша адам өздері шамасы келгенше үлесін қосып жатыр, ниет қылып жатыр. Ауыл бір уақытта тозып кетіп еді. Құдайға шүкір деп айтамыз, Құдайға мың тәубе. Ауылдың жігіттері бәрі өздерінің азаматтығын көрсетіп, мұсылмандығын көрсетіп, сөйтіп біраз қызмет жасап жүр. Осы әруақтар әрқашан жаңағы қолдап жүрсін деп Құдайдан сұраймыз енді. Ортамызда жүрген қарияларға да рахмет. Ауылда қарияң бар ма деген, балалар барыңдар, көмек беріңдер, жәрдем берсіңдер деп көкелерімде біраз жұмыс істеді. Мен осы жылдың басына Катар деген елге барып келдім. Катар дейді ғой енді, мынау мұсылман елдерінің ең бай мемлекеттің біреуі. Сол жерге барсаңыз, мынау жаңағы қоғамдық метросы бар, автобусы барсаңыз, ол жерде әйелдерге сіз орын беріп міндетті екенсіз. Сіз егер мынау осы ауылдың ең үлкені Қандәулет ағамыз келді. Қандәулет ағамыз өзінің бір жақсы жүрек жарды тілегін айтсын. Ал енді бұнаға жиналған көпшілік бірінші Наурыз мейрамдарымыз, Наурыз оразаның аяқталған күні бәріміз Құда қаласа бойындағы бір қарыздарымыздан құтылып, бойларымыз жеңілдеп Құда қаласа деп қалған шығар. Енді келатқан келген мейман оразаның аяқталған қарыздар Наурыз тойлары тосын, әр жылы Наурызда осындай аман сау елдің ортасында елдің мұсылманның тәртібімен жүрсеңдер аталған жиі неғылмайды. Кіра таппайсың ғой. Ал енді құс қанатымен ұшып құйрығымен қонады дейді. Осы Құда қаласа кеше өткен ата бізден қанша адамдар өткен, қанша замандар жетті. Сол ағасынан құстың кәдімгі құйрығын ұсап, мінекей ұрпақтардың бәрі өсіп жатыр. Солардың бәрі жетіп жатыр. Алтын кетіп жатса, қатпайып, алтын ұрпақтар орнын басады. Соған Құда қаласа барлық уақытта қанат құйрығы аталған сол өсіп өліп, елдің бірлігін істеп, мұсылмандықтың несіне ишаратын тіргені істеп, Құда қаласа мынау бас қосып, аманат беріп, басын қалатқан сол кісілерге, балдарға бәріне рахмет. Яна нені көрсем, соны естіледі. Алмадан көріп ең алады дейді. Соғыстан мынау өткен адамадан қой жолды, соны қалдырмай, сол әдемдер бірлесіп, өте мұсылманшылықпен ең бірінші міндеті сол. Ал енді міндеті сол, ал енді мақұл айналайын жандар, ендігі жерде ниеттерің қабыл болсын, мұраттарың асыл болсын, бар уақытта Алла өліге де тірегенде Алла барлығына рахым жасап тұрсын. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن